Сәлем достар, бүгін қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі жеті нан, яғни шелпек пісіремін. Бұл нан өнімінің әрбір қыз-келіншектің өз пісіру әдісі бар екенін білемін, дегенмен бүгін өз пісіру жолымен бөліспекпін. Барлық қолданылатын азық-түлік жылы болуы шарт. Сүт, сары май, қант және тұзды өзара араластырамыз. Ашытқы салып, тағы да мұқият араластырамыз. Ұнның ортасын шұңқырлап, сүтті массамызды құямыз және бір жұмыртқа қосып, қамырды жақсылап илеймін. Ыдыстың бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямын. 40 минут өткен соң үстел бетіне сұйық май жағып, нанды мұқият илеймін. Нанның бетін жауып, тағы да 1 сағатқа жылы жерде ұстаймыз. 2-2,5 есе көтерілуі керек. Нанды шамамен 3-ке бөліп, 3-тен 1 бөлігін алып қоямын. Одан артынан бауырсақ пісіретін боламыз. Қалған бөлігін 7 бірдей бөлікке бөліп, домалақ форма беремін. Оқтауға аздап май жағып, шамамен қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп жаямын. Табаға көп мөлшерде май құйып, қатты қыздырамыз. Кейін температураны басып, немесе көтеріп реттеп отырасыз. Шелпектерді 2 бетінен қызартып пісіріп аламыз. Ыдысымызға қағаз майлық төсейміз. Осылайша ол нанның артық майын өзіне сіңіріп алады. Енді бөлектеп алған нанның 3-ші бөлігін үлкен 1 сантиметр қалыңдықтағы қамыр жайып, одан осындай дөңгелекшелер кесеміз. Болашақ бауырсақтарымызды да қызып тұрған майда 2 бетінен қуырып аламыз. Құдай нанымыз қабыл болсын, барлық тілеген ізгі тілектеріміз орындалсын. Назарларыңызға рахмет, келесі жүздескенше.